Жер шетелдіктерге сатылмайды. Болашақ аукциондарға да қатыса алмайды. Және ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді сатып ала алмайды. Ауыл шаруашылығы жерлерін мысалға 25 жылға жалдау құқығы бойынша конкурстарға ғана қатыса алады. Жалға алған жерлерді мысалға фермерлер бір жалған документпен, біреудің астыртын атымен сатып жүрген болса, ол 3 ай ішінде кері қайтарылады. Уақытша пайдалану құқығына ғана қайта рәсімделеді. Оның барлығы да құзырлы органдардың қатаң бақылауында. Ал бұл мәселе жағынан және де халықтың тарапынан қоғамдық бақылау болады. Ондайлардың барлығы да заң жүзінде қарастырылған ондай тетіктері бар. Мен осыны айтқым келеді. Уа қазағым, өзіңді өзің жасқама, назарыңнан ел бірлігін тастама, сатылмайды ата жұрты алаштың, сатылмайды елде, жерде басқаға. Ел болайық, жұрт болайық бірлесе, жер егесі сізбенен біз кім десе, шекарамды шегендермет заңменен, жер киесін ел басымыз білмесе. Ел қиналса, мен де бірге қиналам, уа жастарым, ел басына иланар, шашып алып, жауға мазақ болмайық, құтымызды ширек ғасыр жинаған.